Мен Тұрсын Аян Дәулетбекқызы, 24 жастамын. Спортпен жалпы айналысқаныма 13 жыл болды. ММА-мен айналысқаныма 3 жыл болды. Мен таеквондодан 5 дүркін Қазақстан чемпионымын, рукопашный бойдан чемпион Қазақстан, ушу сандадан чемпион Қазақстан, ушу сандадан әлем чемпионатының қола жүлдегерімін. Джиу-джитсу, комбат джиу-джитсудан Азия чемпионымын, Қазақстан чемпионымын. ММА-дан 2 дүркін Қазақстан чемпионымын. ММА-дан Азия чемпионатының күміс жүлдегерімін, әлем чемпионатының қола жүлдегерімін. Комбат джиу-джитсудан халықаралық дәрежедегі спорт шеберімін. ММА-дан спорт шеберімін, рукопашный бойдан спорт шеберімін, таеквондодан спорт шеберімін. Арман Ашимовты танитын шығарсыздар. Екеуміз бір ауылдан боламыз. Сон біз ауылда жүргенде бәрі айтатын: Арман Ашимов нокаут қатысырды, Арман Ашимов нокаут жасады деп. Сон қызығатын, всегда ол негізі басында боксер болған ғой. Қызығатын, мен де таеквондист болып, мен де ММА-ға қатыссам болатын шығар деп. Содан интернеттен көре бастадым. Арманға қызықтым да, ойладым, неужели Қазақстанда ММА-дан қыздар жоқ деп. Одан кейін уже Арманға айттым: сен қай жерде тренировка жасайсың, Арманмен хабарласып. Одан кейін ол айтты: бізге залға келе бер деп. Содан кейін сол Арман тренировка жасап жүрген залға бардым. Содан тренировка бастадым. Жай шығып жүрдім басында. Жекпе-жекке шықтым бір рет, чемпионат Қазақстанда ең алғаш рет. Бірінші орын алдым. Мен айтып кеткенде, ең бірінші таеквондомен айналысқан 10 жыл. Таеквондоға бірінші рет келгенім ағам алып келді десем болады. Себебі үйде телевизор көріп отырған кезде, бұрын кішкентай кезімде телевизордан көрсететін таеквондоны. Сол кезде айтатын: всегда мен осы спортқа барғым келеді деп. Содан бір күні ағам мектептен келді да айтады: бізде таеквондоның секциясы ашылды, барасың ба деп. Сосын мен айттым: иә деп, қуанып кеттім, иә деп бардым. Мен онша көрмейтін тренерлер. Себебі менде вообще данный жоқ та. Аяғым қысқа, қолым қысқа, бойым қысқа. Онша тренерлер маған көңіл аудармайды. Таеквондода сондай болған. Тренировка жасай бастадым, жарыстарға шыға бастадым. Бірінші жарысымда ұлдармен шығатын, қыздар жоқ болып, менің салмағымда. Ұлдармен шығып бірінші жарысымда бірінші орын алдым. Сол болар маған мотивация болған. Содан кейін уже таеквондо ұнады. Әрі қарай тренировка жасай бастадым. Содан сол жерде басталды. Одан кейін сол жерге Нұрлан ағай келді, өзім тренерім, қазіргі бапкерім. Сол бізді жай үйретіп көрсетіп жүрді, бізге грэпплингтан кішкене сабақ беріп жүрді, үйретіп жүрді. Сол кезде Нұрлан ағай тоже маған қарамайтын онша. Қасымда қыздар болатын да, 2 қыз. Соларға көбірек көңіл бөлетін да, маған онша қарамайтын. Сол кезде ойлайтын: по-любому бір күні маған қарайтын боласыз деп. Сол мотивация болды менде. Одан кейін тренировка жасай бастадым. Бір күні біздің залды вообще жауып тастады. Тренировка жасайтын жер болмады. Одан кейін вообще тренировка жасамадым. Тоже демалып жүрдім. Жұмыс істеп жүрдім. Сол кезде кімге? Нұрлан ағайға хабарластым. Нұрлан ағайды өзім тауып алдым. Нұрлан ағайға звондадым: сіздер қай жерде тренировка жасайсыздар деп. Нұрлан ағай бізге залға кел деді. Залға бардым. Өңкей балалармен тренировка жасадым. Одан кейін жарысқа шыға бастадым. Ең бірінші ММА-дан Қазақстан чемпионатқа бірінші рет, қыздар арасында ең алғаш рет чемпионат Қазақстанға шықтым. Бірақ бір жағынан ойлаймын, сол бірінші рет ұтылып қалғаным маған дұрыс болған шығар деп. Ол маған мотивация болды. Сол қызды жеңем деп дайындалып жүрдім. Спортқа бірінші рет келгенде мотивация болса, ол жеңіліп қалған маған екі есе мотивация болды. Әрине болып тұрады. Айтады маған: саған не керек, бұл спорт, бұл қыздардың спорты емес қой. Одан да таеквондода жүре бермедім ба, хотя бұл кішкене безопасно ғой деп, кішкене травма опасный емес. Таеквондода жүре беруің керек еді деп солай айтады. Бірақ мен ойлаймын, негізі бокста да қыздар болмаған басында.
Бокста да қыздар жоқ болған, ұлдар ғана болған. Бокста да кейіннен қосты. Мысалы бізде қазір Қазақстаннан қыздар шығып жатыр ғой боксқа да. Мен ойлаймын, неге ММА-дан Қазақстан қыздар шықпасқа, неге көрсетпеске басқа елдер, неге басқа елдерде де бар ғой қыздар, неге бізде өзіміздің қыздарды көрсетпеске деп ойлаймын. Оны енді Құдай қаласа енді бір Алла көрсетеді. Бірақ та мен өзім қазір балалар тренировать етемін, таеквондодан тренермін. Өздерім шәкірттерім бар. Республикалық жарыстарға шығып жүрген шәкірттерім бар. Спорттан қолым босаған кезде, өзім тренировкамнан қолым босаған кезде, кешкі тренировканың алдында мен балалар тренировать етемін, одан кейін өзім тренировка жасаймын. Бірақ ойлаймын енді спорт мәңгілік емес қой. Бір 2-3 жыл шығатын шығармыз. Одан кейін уже тұрмыс құру керек. Ана бақытын көргім келеді. Әйел бақытын көргім келеді. Ана болғым келеді. Бос уақытым көп бола бермейді. Бірақ бос уақытым болған кезде көбінесе достарыммен қыдырып, киноға баруға тырысам, көбінесе табиғатқа шығуға тырысам. Айтады ғой, ең бірінші ет жеуден қасқырлар, одан кейін қазақтар деп айтады ғой. Сол сияқты мен ең жақсы көретін тамағым ол ет. Мейлі ол бешбармақ болсын, мейлі ол шашлык болсын. Маған главный ет болса болды. Барлық боецтердің арманы ойлаймын UFC деп. Мен өзім UFC-ден әлем чемпионы болғым келеді. Қазақстанға ең алғаш қыздар арасында UFC-ден әлем чемпионы болғым келеді. Қазақстанға UFC-дің поясын қыздар арасында ең бірінші алып келгім келеді, Құдай қаласа. Нағыз жеңіс өзгені емес, өзіңді жеңу.